Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Абдрешова Жаргүл Батырғалиқызы. Сабақтың тақырыбы синхрондау дегеніміз не? Сабақтың мақсаты синхрондау дегеніміз не екенін түсіндіру, оның жұмыс істеу мүмкіншілігімен таныстыру. Сабақты бастамас бұрын аккаунт деген сөзге анықтама бере кетейік. Аккаунт ол келушінің бір компьютерлік желіге өзі жайлы мәліметтерді толтыратын есеп жазба. Қандай ақпараттар енгізіледі? Аты, тегі, әкесінің аты, кілті, жынысы, электрондық почтасы, лезде хат алмасу жүйелердегі есеп жазба мәліметтері, суреті және тағы да басқа ақпараттар. Мынау менің аккаунтым. Көптеген заманауи смартфондар Android операциялық жүйесімен жұмыс жасайды. Смартфондар қазіргі заманда тек байланыс жүйесі ғана емес, сонымен қатар адрестерді сақтауға арналған кітап, әртүрлі жазбаларға арналған орын, тағы да басқа мүмкіншіліктері бар. Күнделікті өмірде біз синхрондау деген сөзбен жиі кездесеміз. Бұл мүмкіншіліктің қажеттілігі неде? Ол не үшін қажет деген сұрақтар туындайды. Сіздерге түсінікті болу үшін бір ауыз сөзбен түсіндірейін. Бірнеше техникалық құрылғыларды пайдалана отырып, яғни смартфон және дербес компьютердің арасындағы ақпарат алмасу. Бір аккаунтты пайдалана отырып. Синхрондауға бір мысал келтірейін. Телефондарыңыз жоғалтып аламын, немесе телефондағы контакттарыңызды өшіріп аламын десеңіз, синхрондау арқылы серверге контактыларыңызды көшіріп қоюға болады. Егер де телефондарыңызды жоғалтып алсаңыз, немесе контактыларыңызды өшіріп алсаңыз, қайтадан қалпына келтіруге болады. Бұл өте тиімді. Енді телефонымдағы бүткіл контактыларымды серверға синхрондайын. Ол үшін не істейміз? Настройкаға кіреміз телефондағы. Одан Googleға кіреміз. Сервисі в аккаунтеге кіреміз. Синхронизация контактқа кіреміз. Настройкаға кіреміз. Автоматически копировать и синхронизировать контакты с устройства. Аккаунтымызды таңдаймыз. Автоматическая синхронизация. Енді дербес компьютерға контактылар синхрондандырылды екен, соны көрейік. Мынау менің дербес компьютерда ашық тұрған аккаунтым. Google'дың приложенияларына кіреміз. Соның ішінде контактыны таңдаймыз. Яғни міне, өздеріңіз көріп отырғандай, бүткіл менің телефондағы контактыларым түгел серверға көшірілді және сақталды. Егер де сіздер ақпараттарды контактыны өзгерткіңіз келсе, телефонда немесе дербес компьютерда бұл автоматты түрде екі құрылғыда өзгереді.